Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде қуанышты күн. Бүгін Айсуноктың туған күні. 19 қараша. Айсуна бүгін 14 жасқа толып жатыр. Көптен күткен туған күні. Бүгін Аллаға шүкір. Енді кешке шағын дастархан жасаймын. Отбасымызбен. Бүгін ата әжесі келеді, нағашылары, апалары, бауырлары. Соларды күтіп жатыр, қуанып. Қазірде планшеттерінен құттықтауларын оқып отырмын. WhatsAppқа жазған ағайындылардың, соны оқып беріп отырмын. Өзі де записпен жазылғандар тыңдайды, жазуларды енді көп. Кейбірлерін таниды, кейбірлерін әріптерді танымайды, сол үшін мен оқып берем қасында. Өзі енді маған кішкене туған күніме сәнденіп макияж жаса деп жатыр. Соны қазір жасаймын. Кішкентайым үйде қасымда. Мен қазір өзімде ет қойып қойдым. Сосын салат жасап кірісіп кеттім жасауға. Енді маған Айсуна бүгін осындай туған күніме блог түсірші дегесін. Қолым тигенше түсіріп жатырмын енді. Мен подшубым уже дайындап қойып жатырмын. Кастрөлімде етім пісіп жатыр. Бауырсақ ашытып қойдым. Қазір сол көтерілгенде пісіріп алам. Тағы да 1-2 салат бар. Мына жерін бәрін қоқытып отырмын өзім. Енді шағын стол, көп ешкім келмейді. Өзіміз, сосын уақ балдар болады. Оларға арнайы пицца, чикен, тағы да фри заказ беріп қойдық. Олар сондай тамақ жақсы көреді ғой. Қалғандарымызға енді бешбармақ, сосын шай мен торт жеп аламыз. Қазір енді Айсуна макияж жасап берші деп отырғасын. Қолым тиіп, қазір макияж жасаймын. Кішкентай негізі көп бояндырмаймыз ғой. Боянғысы келеді, тиктоктан көріп бәрін, бірақ мен бояндырмайын, бетін бүлдіресін деп, бірақ кейін сондай жақып қоямыз. Осындай блесткісі бар. Румяна, сосын помада. Қазір сосын помадасын табылмай тұрмын. И көзіме туш жақ дейді. Мен туш жақ алмадым көзіне, себебі көзін ауырт жүрем ба деп, көзін кішкене аша алмайды. Ашқанда жауып кете береді, соны маған өте қиын болды туш жағу. Осындай тень и бальзам для губ. Осындай макияж шықты бізде. Блестка, сосын тени, көзіне розовый и золотистый оттенкпен, и аузына помада. Өзіне ұнады. И румяна жақтық бетіне. Самын көрпенің етіп жүр, ойнайын деп жүр ғана. Ойнайын деп жүр ғана. Әдемі сай. Cintik balana qara. Oynatыңдар Әділханды. Кімге парод екен? Подарок сәл япамыз. Шармания, Алия? Ой, днем рождения. Жақсы бар, бәрін саған тілеймін. Аман бол. Сіздерге де құдалар бәрін
қонақтарымыз кетіп қалды. Енді біздер сіздерге распаковка жасайын деп жатырмыз. Түн болды. Бірақ Айсуна көрсетші деп жатырғасын сіздерге көрсетіп жіберейін. Негізі Айсунаға жалпы Каспийдің ақшалай подаркалерін беріп тастады. Өзінің қалаған нәрсесін алып бересіңдер деп. Мына өздеріне қолдарымен ұстап келгендері осындай магнитный кукла, шапка. Мынау енді жақсы екен. Айсунаға киімдерін ауыстырып магнитке жабыстыра ма, сондай моториксына қолына осындай жылы кофта. Өзін жақсы көретін цветі розовый. Негізі маған ыңғайлы, осындай замокпен киіндіруге ыңғайлы. Көп киімді біздер енді қолы ауырғасын киіндіре алмаймыз, сондықтан алды замок болған жақсы. И мынандай прикольный носочки. Аяғын біздер жылы ұстаймыз, аяғы салқындап кетеді. Мысықты көріп өзім мәз болып отыр. И мынандай ойыншық. Бұл ойыншықта енді батарейка салу керек. Менше бұл ойыншық сөйлейтін ойыншық сияқты, қайталап. Бұрын кактус сияқты олар болды, сондай сияқты шығарған. Күшті. Балдарым да бірге жағаласып отыр. Мен ашам, мен көрсетем деп. И осындай постельное белье, расческа, тарақ әдемі розовый. И мынандай тәттілер ұстап келді. Қазір енді оны балдарымыз уже жейін деп жатыр. Ашшы деп. Осы енді ертеңге шайға алып қоямыз. Бізде ондай заттар тұрмайды, момент жеп қоямыз. Ал осы бүгінгі туған күніміз аяқталды. Баршаңызға рахмет, тіркеліп кетіңіздер. Пока-пока.